Ал енді мен өзімді айтатын болсам, менің атым Талғат, жасым 61-де. 2000 жылдан бері ауырдым, гипертониямен ауырдым. 12 жылы, сосын 18 жылы обширный не алдым, инфаркт алдым. Содан ішпеген жөнім жоқ, ешқандай ештеңе көмектескен жоқ. Жүре алмаймын бағанағыдай. 10 метр жүремін, жігіттер біледі, 10 метр жүремін, тұрамын, 10 метр жүремін, тұрамын. Содан осы апрель айында бір байқаусызда бір неден фейсбуктан көріп қалып, содан бір самалханға шықтым. Самалханнан осы бағанағы айтып тұрған чудо шай, сердечный, дыхательный, сосын мужской тоник алдым. Соны іше бастадым. Бірақ сенімсіздік болады ғой. Соны іше бастадым. 15 күннен кейін давление өзі кетіп қалды. Отдышкам кетіп қалды. Қазір көрдіңіздер, мен мына жерге шыға алмайтын едім, 2 демалып беретін едім. Қазір отдышкам да жоқ, давлением де жоқ. Өзімде давлением 160-170, қазір давлением 110-120. Керемет. Отдышка почти жоқ. Мына жігіттер көздері көріп, мен жүре алмаймын. Даже машинаға отырғанда, машина рөлге отырғанда, сосын етемін. Сосын түнде ұйықтан оянып кетемін де, дем жетпей келсін, тұрамын ғой. Оянып отырады бағанағыдай сол, ұйықтай алмайтын. Қазір дейтін, бана айтып тұрмын, комплексті ішіп отырмын, тағы дополнительно. Сағат 11-12-де жатсам, таңға дейін тұрмаймын ғой.